Психология дегеніміз не? Психологиялық құбылыстардың пайда болуын және қалыптасу заңдылықтарын зерттейтін ғылым. Психологиялық құбылыстар бізді қоршап тұрған сыртқы дүние заттарының мидағы әртүрлі бейнеленуі болып табылады. Психологиялық құбылыстар олар танымдық процестер, біз оларды күнделікті өмірде қолданып білгенімізбен ғылыми тұрғыдан жан-жақты қарастырамыз. Гректің психия жан, логос ілім деген сөзінен шыққан. Адам баласы аспанның не себепті көгілдір, ағаш жапырақтары жасыл екенін, сыртқы дүние заттарын естіп, тыңдау, яғни ыстық суықты сезінеді, айналасында болып жатқан заттарды түйсініп қабылдайды. Адам жаңа өткен өмірін есте сақтайды, болашақ туралы ойлайды. Бұл жағдай ес пен қиялдың арқасында орын алады. Адам кей жағдайда қуанады, ренжу сезімі туады. Адам бір нәрсеге ұмтылады, сол мақсатқа жету үшін еркін көрсетеді.